Күн сайын біз таңдау жасаймыз. Ал сол таңдауларымыздың артында не тұрады деп ойлайсың? Кейде біз кейін істеймін, ештеңе болмайды, бір рет қана деп ойлаймыз. Ал уақыттары қарай өтіп барады. Бірақ жауапкершілікке бір қадам ертеңгі күнді жеңілдетеді. Неге сен дайын емессің? Үй тапсырмасы қайда? Неге кеше уақытымды босқа өткіздім? Міндетін орындамаған адам нәтижесіне де өзі жауап береді. Міндеттілік деген не? Өз ісіне жауап беру, уәдеңде тұру, тапсырманы уақытында орындау. Міндеттілік басқалар үшін емес, ең алдымен өзің үшін қажет қасиет. Ал егер адам өз міндетін уақытында орындаса? 7-ші тапсырмадағы теңдеу x квадрат минус 8x плюс 16-ға тең. Дискриминант 0-ге тең, сондықтан жалғыз түбірі x4. Жарайсың. Міндеттілік үлкен жетістіктердің ең кішкентай қадамы. Ал сен бүгін өз міндетіңді орындадың ба?